Жерлесіміз жиһаз өндіруші кәсіпкер Елена Левина Ажар жұлдызы атаулы наградасына ие болды. Ұлттық сыйақыны табыстау рәсімі 4-ші Еуразиялық әйелдер саммитінің аясында өтті. Ол Астана қаласында 25 мен 26 қараша аралығында өтті. Назерке Ғалым жалғастырады. 4-ші Еуразиялық әйелдер саммитіне еліміздің түкпір-түкпірінен келген 500-ден астам нәзік жан қатысты. Біздің облыстан келелі жиынға 20 елден құралған делегат барды. Олар конференциялар, тұсаукесерлер мен шеберлік сағаттарына қатысты. Солардың бірінде Қазақстанның қанатты әйелдер атты 16 томдық кітабы таныстырылды. Ал шараның соңында Ажар жұлдызы бизнестің тұрақты дамуына 20 жыл сыйақысының лауреаттары марапатталды. Солардың қатарында Елена Левина да бар. Такое понятие, как женщина-предприниматель, не существовало вообще. Бұрындары әйел жеке кәсіпкер деген мүлдем болмайтын. Бүгінгі таңда әр үшінші кәсіпорынға нәзік жанды басшылық етеді. Мұндай награданы берген себеп бір, ол бізді мойындады деген сөз. Жұмысқа деген ынтамызды одан әрі оятты. Бизнесті бұдан әрі дамытуға елбасының Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда өсу реформалар даму атты жолдауы ынталандырмақ дейді кәсіпкер. Сондай-ақ қазіргі уақытта тауардың сапасы басты назарда. Себебі нарықта тек мықтылардың жұмысы ғана тұрақты болады. Очень внимательно прослушав послание, понимаю, что жолдауды тыңдап шығып, қиыншылықтардан қорықпау керек екенін түсіндім. Мүмкіндіктер жетерлік. Оны бізге елбасы ашты. 90-шы жылдары бизнесімізді бастадық, талай қиындықты өткердік. Сондықтан дағдарыс кедергі емес. Қазіргі таңда Левин жеке кәсіпкерлігінде 100-ден астам жан екі қолға бір күрек тапқан. Алдымыздағы жылы кәсіпорын тағы жұмыс орындарын ашып, тауар санын ұлғайтуды жоспарлап отыр. Назерке Ғалым, Альбина Галимова, Виталий Потеряев, ақпарат.